Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгінгі кезекті видео рецептінде қазақтың ұлттық тағамы қуырдақты жасап көрсететін боламын. Видеоны көрместен бұрын каналыма подписаться етіңіздер. Ең алдымен қызып тұрған қазанға сұйық майымызды құямыз. Қуырдаққа саламын деп алып қалған еттеріңізді осылай орташа етіп турап салып жібересіздер. Қызып тұрған майды жақсылап қуырып аласыздар. Екі жағында бірдей жақсылап араластырып болғаннан кейін қазанның бетін жауып, астын орташа отқа қойып, біраз бұқтырамыз. Бұқтырып болғаннан кейін еттің суы тарылғанша тағы да жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Соның барысында туралған пияздарымызды салып, жақсылап бірге араластырамыз. Енді дәмдеуіштерімізді саламыз. Бір шай қасық кинза, татымына қарай қарабұрыш, және де бір ас қасық толтырмай тұз саламыз. Енді тағы да бәрін жақсылап бір араластырып, отын төменгі алауға қойып, 20 минутқа бұқтырып қойып қоямыз. Бұқтырып болғаннан соң картоптарымызды салып, азғана қуырып, жарты стакан су құйып, тамақты демдеп қойып қоямыз. Демделу уақыты осы картошка мен еттер толып піскенше дәмін көріп, дайын болмағанын біле бересіздер. Міне қыздар, біздің қуырдағымыз осылай болып пісіп шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де қазақ тілі контенттегі каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналымды қолдап жіберіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.